сабақты көріп бастамас бұрын арнаға тіркеліп қойыңыздар, шыққан видеоны, яғни сабақты ең бірінші болып көргіңіз келсе, колокольчик белгісін басып қойыңыз. Және де видеоны достарыңызбен бөліссеңіз. Ал егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыз, мен міндетті түрде жауап беретін болатын. Ал ендеше кеттік. Бірінші жаттығу: complete the table, use the words in blue in the sentences 1 till 4. Яғни бұл жерде, бұл жаттығуда көкпен берілген сөздерді, яғни есімдіктерді мына жерге сәйкестендіріп қоямыз. Яғни бірінші I, мен, me, менің, you, he, him, she, her болады. Екіншісінде her. Келесі it болады, we, us болады, you, they, them. Енді келесі екінші жаттығу: choose a correct object pronoun. I like choose a correct object pronoun. Яғни мына екі есімдіктің бірі сәйкес келетін біреусін таңдаймыз. Біріншісінде I like science and math and I'm good at them. Яғни аударатын болсақ, мен математиканы жақсы көремін және оларды өте жақсы оқимын. Them, оларды болады. Келесі екінші my brother plays volleyball. I sometimes play with him болады. Менің ағам волейбол ойнайды. Кейде мен онымен бірге ойнаймын. Яғни him дегеніміз балаларға онымен болады, ал қыздарға he. Бұл жерде ағасын айтып тұрғандықтан ұлдарға him қолданылады. Келесі үшінші I like tennis but my sister doesn't play it болады. Мен теннис ұнатамын, бірақ менің әпкем ойнамайды, оны дейді. Яғни оны дегеніміз теннисті болады, it болады. Келесі my cousins live near me and I often visit them болады. Менің ағаларым, менің нағашыларым менімен бірге көрші тұрады және мен оларға жиі барып тұрамын, яғни оларға деген them болады. Келесі бесінші Mr. Smith is popular, we like her болады. Яғни Mr. Smith өте атақты, біз оны жақсы көреміз дейді. Яғни Mr. Smith деген ол болғандықтан, ер адам болғандықтан, келесі сөйлемде оны деп қолданатын болсақ, яғни her қолданамыз. Mrs. Smith екен, Mrs. кешіріңіздер, Mrs. Smith is popular, we like her болады. Яғни Mrs. Smith дегеніміз бұл жерде әйел адам. Ол өте атақты дейді, біз оны жақсы көреміз дейді. Оны деген her болады. Келесі in class the teacher often speaks to us in Spanish. Мектепте, сыныпта мұғалім бізге жиі испан тілінде сөйлейді дейді. Бізге болғандықтан аз болады бұл жерде. Келесі it's my birthday and my sister has got a present for me болады. Менің туған күнімде менің әпкем маған сыйлық сыйлады, яғни me болады, маған болады. Енді осыны жазып аламыз. Тек көшіріп қана қоймай, жаттығуларды түсініп орындаймыз. Келесі exercise 3. Complete the sentences, start each sentence with your ideas and finish with an object pronoun. Яғни бұл үшінші жаттығуда әркім өзі қалағанша орындайды сөйлемдерді, өздерінің мына сөйлемдерді көшіріп алмаймыз сөздерді. Яғни бұл жерде мен сендерге мысал ретінде көрсеттім. Мысалы бірінші сөйлемде isn't my favorite subject but I study. Яғни бұл жерде мысал ретінде қоятын болсақ, ICT isn't my favorite subject but I study it. Яғни информатика менің сүйікті пәнім емес, сабағым емес, бірақ мен оны оқимын дейді. Яғни бірінші сөйлемде біз ICT-ді қойғандықтан соңында оны, бірақ мен оны оқимын, оны болғанда it сөзін қолданамыз, есімдігін. Келесі Тимур and Ажар are friends. I go to school with them. Қолданамыз мына жерде them.
яғни Тимур мен Ажар менің достарым, мен мектепке солармен бірге барамын дейді. Яғни them есімдігін қолданамыз. Келесі, Төреғали is my favorite singer. I often listen to him. Яғни Төреғали менің сүйікті әншім, мен оны жиі тыңдаймын дейді. Him деген есімдікті қолданамыз. Келесі, төртінші, history and biology are difficult subjects. I study them. Тарих пен биология пәні өте қиын, мен оларды оқимын дейді. Келесі, English is an interesting language, but I don't speak it. Ағылшын тілі сабағы өте қызықты, бірақ мен ағылшын тілінде сөйлемеймін дейді. Жазып аламыз. Келесі, төртінші жаттығуда read the spelling rules, then write in the third person form of verbs 1 till 6. Яғни мынау ережені қолданып, мына жердегі сөздерді үшінші формада, үшінші жақта жазамыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші ережені түсінетін болсақ, A. Most verbs add s, speak, and speaks. Көп етістіктерді s жалғауымен жалғаймыз. Келесі, verb ends consonant plus y. Егер етістік дауыссыз дыбыс және y әрпімен бітсе, онда and adds ies, study plus es. Мысалға, көп етістіктер дауыссыз дыбыс және қосылған y әрпімен бітсе, онда оны үшінші жаққа аударған кезде ies-ге айналады. Яғни study айналдырғанда studies болады. Y әрпі i-ға айналады да es болады. Verb ends in o, sh, ch, x, and double s at es. Яғни o әрпімен sh, ch, x және екі s әрпімен бітетін сөздерге үшінші жаққа ауыстырған кезде es жалғауын жалғаймыз. Мысал келтіретін болсақ, біріншінде play, plays болады. Келесінде finish, finishes, copy, copies, watch, watches, like, likes, carry, carries. Келесі, бесінші жаттығу. Complete the report from maths French teacher. Use the correct form of the present simple. Мына жерде мәттің француз тілі мұғалімінің хатын толықтырамыз. Жақшаның ішіндегі сөздерді, яғни осы жерге сәйкес етіп жазатын боламыз. Ал ендеше кеттік. I'm happy with math work. Мен мәттің жұмыстарына көңілім толады дейді. He studies and he always listens in class. Ол сыныпта үнемі тыңдайды және сабақты оқиды дейді. Келесі, I like maths attitude. Мен мәттің жұмыстарын жақсы көремін дейді. He finishes his exercises and he uses a dictionary. Ол жаттығулардың барлығын аяқтайды және сөздік қолданады дейді. I think that he is a good student. Мен ойлаймын, ол өте жақсы студент дейді. Келесі, алтыншы жаттығу. Write Sam's Spanish report. Change exercise 5 from affirmative to negative. Сэмнің испан тілінен мұғалімінің мынандай хатын толықтырамыз. Яғни, бесінші жаттығуды болымсыз сөйлемдерге айналдырамыз мына сөздерді. Ендеше кеттік. Аударатын болсақ, I'm not happy with maths work. He doesn't study and he never listens in class. I don't like maths attitude. He doesn't finish his exercises and he doesn't use a dictionary. I don't think that he is a good student.
Яғни 6-шы жаттығуда жаңа айтқанымдай хатты болымсыз сөйлемге айналдырдық. Енді 7-ші жаттығу. 7-ші жаттығуды орындайтын болсақ, write sentences about how you study English. Then read your sentences to a partner. Use expressions from the box and the adverbs of frequency. 7-ші жаттығуда сен ағылшын тілін қалай оқисың пәнін, және сол жөнінде жазу керек, және оны қасында отырған көршіңе оқып бер дейді. Және мұнау таблицаның ішіндегі сөздерді қолдана отырып жазу керек. Мен мысал ретінде жазып қойдым. Бұны барлық оқушылар көшіріп алмайды, себебі әркім өзінің қалай оқитынын жазатын болады. Ал ендеше жазатын болсақ кеттік. My favorite subject is English. I often speak English in class. I study very well. I use a dictionary. I don't copy exercises from classmates. Then I finish homework in class. Менің сүйікті пәнім ағылшын тілі. Мен ағылшын тілін сыныпта көп ағылшынша сөйлеймін дейді. I study very well. Мен сабақты жақсы оқимын. Және сөздік қолданамын сыныпта. Мен сыныптастарымнан үй жұмысын, жаттығуларды көшірмеймін дейді. Және мен сыныпта үй жұмысын орындап қоямын дейді. Келесі, vocabulary and listening. Learning languages. I can understand people talking about languages and the communication. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Look at the languages quiz and complete the columns with the words in blue. Do you know the names of other languages in English? Екі бағанаға көкпен берілген сөздерді бөліп жазамыз, яғни мынау languages тілдер, other words басқа да сөздер дейді. Яғни мына бетке тілдерді жазамыз, яғни әр ұлттың өзінің тілдерін жазамыз, және мына жаққа тілдерден бөлек басқаша сөздерді жазамыз, яғни көппен берілген сөздер жазып шығамыз. Ендеше кеттік. Languages: Spanish, English, German, Turkish, French, Russian. The other words: letters, alphabet, symbol, words. Word. Осылай жазамыз. Келесі, екінші жаттығуда do the quiz and listen and check your answers. На квизді орында және жауаптарын соңынан тыңда дейді. Квизді орындайтын болсақ, what language do more people speak? Көбінесе адамдар қай тілде сөйлейді дейді. Mandarin. Квиз бойынша жасайтын болсақ, listening бойынша. Екінші, how many letters are there in the English alphabet? Қанша ағылшын алфавитінде қанша әріп бар дейді. 26 әріп бар. This symbol means father in Mandarin. How many people speak Mandarin? Үшінші жаттығуда мына символ мандарин тілінде әке дегенді білдіреді. Және мандарин тілінде қанша адам сөйлейді дейді. Over 1 billion. Төртінші, this word means mother in what language? Мына сөз қай тілде ана деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни Turkish, әнне дейді. Көбінесе сериалдардан байқайтын болсақ, аналарына әнне деп жатады. Келесі, what is this Russian word in English? Мына орысша берілген сөз ағылшынша қалай болады дейді. Яғни restaurant, ресторан, restaurant болады. Келесі, үшінші жаттығуда look at the picture and listen to a program about Kanzi the chimpanzee. Then choose the correct sentence from A till D. Суретке қара дейді, және Канза туралы, Канза деген шимпанзе туралы тыңда дейді. Яғни мәтін берілген, соны тыңдау керек. Және сол мәтін не туралы айтылған дейді. Яғни үшінші жаттығудың жауабы C болады. Kanzi B болады деген. Kanzi speaks Russian. C болады. Kanzi
мына жерде қателесіп кетіппін мен. Kanzi speaks Russian болады. Келесі төртінші жаттығуда look at the question and choose answers from the box. Then listen again and check. Сұрақтарға қара дейді. Және мынау таблицаның ішінен жауаптарын сәйкестендіріп жаз дейді. Соңынан тыңда дейді. Неше жазатын болсақ, төртінші жаттығуда where does Kanzi live дейді. Kanzi қай жақта тұрады дейді. Kanzi lives in the USA. Kanzi ақшта өмір сүреді дейді. Келесі do her teachers work in the zoo. Оның мұғалімдері зоопаркте, яғни зообақта жұмыс жасай ма дейді. No, they don't. They work in a university. Жоқ, олар онда жұмыс жасамайды, олар университетте жұмыс жасайды дейді. Үшінші, does Kanzi speak English? Kanzi ағылшын тіліне сөйлей ма дейді. No, she doesn't. Жоқ, ол ағылшынша сөйлемейді дейді. How does Kanzi communicate? Kanzi қанша символдарды біледі дейді. How many she communicates with symbols. How does Kanzi communicate? Ол қалай түсінеді дейді адамдарды. Ол communicates with symbols. Ол символдар арқылы түсінеді дейді. Келесі бесінші, how many symbols does she understand? Ол қанша символды түсінеді дейді. She understands about 200 symbols. Ол 200-ге жуық символдарды түсінеді дейді. Келесі бесінші жаттығуда activate, ask and answer the questions. What languages? Мына сұрақтарға жауап бер дейді. What languages do you think are very difficult? Why дейді. Бұл жаттығуды да әр оқушы өтпейтінше орындау керек. Мен мысал ретінде жаздым. I think Chinese is very difficult because in Chinese has many hieroglyphs. Бірінші жаттығуда сенің ойыңша қандай тілдер қиынға соғады меңгеру дейді. Не себепті дейді. Менің ойымша Қытай тілін үйрену қиынға соғады. Себебі онда иероглиф өте көп деп жаздым. Келесі, which languages are interesting or important for you? Қандай тілдер сен үшін қызықты дейді. Russian and English are interesting for me. Орыс тілі және ағылшын тілі мен үшін қызықты дейді. Келесі үшінші, say the English alphabet дейді. Ағылшын алфавитін айтып бер дейді. Яғни мына жерге жазып қойдым, ағылшын айтып берсек болады. Келесі, what symbols are there on this page? Осы бетте қанша символ бар дейді. Қандай символдар бар дейді. Яғни жазатын болсақ, мына жерде жазылып тұр. Оқудың қажеті жоқ деп ойлаймын.